Бүгін Қазақстан Республикасы тарихында алтын әріптермен жазылатын ерекше күн. Өйткені елімізде маңызды науқан өтуде. Президент сайлауы елдің болашағы. Оның үстіне президенттің 7 жылдық мерзімге бір-ақ рет сайлануы демократиялық бағыт. Сондықтан Сарыағаш ауданының тұрғындары аталған науқанға белсене қатысуда. Президент сайлауына біріншілерден Сарыағаш ауданының мәслихат депутаты Мұхит Асилов қатысып отыр. Ол таңғы сағат 8-де Сарыағаш қаласындағы нөмірі 658-ші сайлау учаскесіне жол тартыпты. Ол президент сайлауына қатысып, өз таңдауын жасау әр адамның азаматтық парызы дейді. Өздеріңізге белгілі, бір айдан астам уақыт осы сайлау науқан болды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 2022 жылы 1 қыркүйек күні өз жолдауын арнады халыққа. Сол жолдауда ішінде осы президенттік сайлауда басынан болатынын және де ол 7 жылдық мерзімде болатынын атап өткен болатын. Міне содан бастап бір ай науқан жүріп өтті. Сол науқанда міне Сарыағаш ауданынан Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сенімді өкілі ретінде міне бүгін 20 қараша күні өз таңдауын жасап, мынау алдағы болатын өзгерістер болатынына және жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан құрамын деп жатырмыз. Міне соның бәріне зор, үлкен сеніммен артып, өз таңдауымды жасап өттім. Таң атқаннан аталған сайлау учаскесінен адамдардың аяғы үзілмей жатқаны байқалып тұр. Кәрісі де жасы да маңызды науқанға өз белсенділіктерін танытып жатыр. Олардың қатарында Бегалы Ибрагимов та өз таңдауымды жасап, әділетті жаңа Қазақстанның болашағы үшін дауысымды бердім дейді. Мен осы Қорпес елді мекенінің тұрғынымын. Тұрғын Ошақбата 20 үйден келдім. Жұмысқа кетіп жатырмын, қазір бала-шағам келеді. Бүгінгі сайлау Қазақстанға ең керек сайлау ғой, бұл таңдау. Президентіміз таңдап жатырмыз. Отбасымызды жабылып келіп, дауыс беріп жатырмыз. Қалада орналасқан сайлау учаскесіндегі жағдаймен таныстық. Сонан соң ауылдық аймақтардағы жағдайдан да хабардар болу үшін Жібек жолы ауылдық округіне жол тарттық. Бүгін 20 қараша еліміздің барлық жерінде Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы өтуде. Облыс, қала, аудан, ауылдарда азаматтар өз таңдауларын жасарда. Осы қатарда Жібек жолы ауылдық округінің тұрғыны Индира Раван Нахчивани де бар. Ол бүгін алғаш рет өз таңдауын жасағалы тұр. Айта беріңізші, бүгін сезімдеріңіз қалай, жалпы алғаш рет сайлауға қатысып отырсыз? Саламатсыздар ма? Менің есімім Раван Нахчивани Индира. Мен осында Жібек жолы ауылдық округінің тумасымын. Және де бұрын осы мектепте оқып кеткен. Биыл маған бұйырып тұр сайлауға қатысуға. Және де мен ойлаймын, сайлауға қатысу, дауыс беру ол жүректің қалауы, әр азаматтың, қазақстандықтың азаматтық борышы, қалауы, парызы деп санаймын. Сондықтан мен де бүгін алғаш рет 18 жасқа толғандықтан алғаш рет сайлауға қатысып келіп отырмын. Жібек жолы ауылдық округіне қарасты бұл нөмірі 620-ші сайлау учаскесінде де адамдардың қарасы көп. Сайлау учаскесінің төрағасы жұмысымызды таңғы сағат 7:00-де бастадық. Содан бері 100-ден аса азамат сайлауға қатысып үлгерді дейді. Жалпы қазір Жібек жолы ауылында орналасқан нөмірі 620 сайлау учаскесіндеміз. Сайлауға қатысушылар өте көп. Таңертеңнен сағат 7-ден бастап жалпы адамдардың қатысуы жақсы. 100-ден асық адамдар келіп қалды. Өздері таңдауын жасады. Өйткені барлығында қызығушылық бар. Өйткені Қасым-Жомарт Кемелұлы айтып өткендей, жаңа Қазақстанға, жаңа президентті сайлауға ынтасы өте жоғары. Өйткені біздің халықты ойлайтын, әділ Қазақстанды қалайтын халқымыз көп. Айта кетейік, сайлау кешкі сағат 20:00-ге дейін жалғасады. Ел болашағы үшін өз таңдауларыңызды жасап, дауыс беруге шақырамыз. Хусейдин Хасанұлы, Әукен Қадыр, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.